Келін болып жүргеніне аз уақыт болса да, бауырсақтың неше түрлі рецептісімен пісіріп көрдім, бірақ ешқайсысы көңілімнен аса шыға қоймады. Бірі тұзы көп болып, бірі қатты болып қала берді. Мен сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептісімен, өзімнің қолданып жүрген идеальный рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін қажетті ингредиенттерді дайындап аламыз. Мен осында жылы сүт, яғни 300 мл сүтке 200 мл ыстық су құйып, сүтімді жылытып алдым. Бір жұмыртқа, ерітілген сары май және бір ас қасық қант, бір шай қасық тұз, бір ас қасық бізге ашытқы керек болады және сіздің массаңызға қарай ұн қажет болады. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүтіміздің үстіне жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне құрғақ ингредиенттеріміз, яғни тұз, ашытқы, қантымызды салып, сары майымызды қосып, барлығын қосып, шанышқының көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып келдіңіздер, менің рецептімен жасауға барлық қыз-келіншектерге кеңес беремін. Осылай шанышқымен араластырып аламыз және де көз мөлшерімен немесе 3-4 ас қасық ұн қосып жібересіздер. Яғни біз бауырсақтың опорасын дайындаймыз. Бұл дегеніміз, яғни ашытқы бауырсағымыздың өте жұмсақ болуына көмектеседі. Мен сияқты видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Барлығын біркелкі болып араластырып болғаннан кейін ауа өтпейтіндей етіп, тығыз қылып бетін ас үй пленкасымен немесе басқа ыдыспен жауып қойсаңыздар да болады. Жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін бетінде көпіршік шығып, біздің массамыз көпіреді. Менде 15 минут өтті. Пленканы ашып, енді жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Енді массамыздың үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. Менде електен өткізілген жоғары сұрыпты ұн. Қолға жабыспайтындай етіп қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз егер қолыңызға жабысып, сұйық болып бара жатса, өз қалауыңыз бойынша ұн қоссаңыздар да болады. Байқағандарыңыздай, мен ешқандай сұйық май қолданбаймын, тек ұнмен қолданамын. Сонда ғана қамырларыңыз піскеннен кейін май сорып қалмайды, майды татып тұрмайды. Яғни өте құрғақ, жүмсақ болып шығады. Осындай жұмсақтығы, қараңыздар, видеода көрсетілгендей өте жұмсақ болу керек. Міндетті түрде арасына ұн сеуіп қойыңыздар. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін ас үй пленкасымен жауып, жылы жерге 35-40 минутқа көтерілгенше қоямыз. 15-20 минут сайын бір рет иінін қандырып илеп алсаңыз да болады. Осылай жылы жерге мен қойып аламын. Менде жарты сағат өтті. Қамырым осылай көтерілді, өте әдемі болып үлпілдеп тұр. Ең бірінші қамыр жаятын орнымызға ұнымызды сеуіп аламыз. Ұнымызды сепкеннен кейін соның үстіне қамырымызды түсіреміз. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша 2-3 бөліктерге бөліп елесеңіздер де болады. Мен мұнда 4 бөлікке бөлдім, өзіме ыңғайлы болу үшін. Және сіздерге айта кететін тағы бір кеңесім, осы егер қамырыңыз көп болып кетіп жатса, оның жартысын алып, салафанға салып, морозильникке, яғни мұздатқышқа салып қойсаңыздар, бір аптаға дейін өзінің құрамын, дәмін жоймайды, тұра береді. Керек кезінде 2 сағат, 3 сағат алдын шығарып, илеп қонағыңызға ұсынсаңыз да, немесе үйде өзіңізге жеуге пісірсеңіз де өте дәмді болып тұра береді. Одан ештеңе болмайды. Мен осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Бүгін 2 бөлігін ғана пісіретін боламын. Қалған 2 бөлігін мен мұздатқышқа салып қойдым. Осылай ұн себу арқылы
оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Өте қатты жұқа немесе өте қатты қалың қылып жаймаңыздар. Қалыңдығы 5-6 мм болатындай етіп билеп алсаңыздар болады. Және бауырсақтың формасын келтіріп, өзіңізге ұнаған формада ромбик немесе дөңгелек пішінді етіп турап алсаңыздар болады. Мен әдеттегідей осылай өзіме ұнайды. 4 бұрышты етіп кесіп аламын. Осы мезетте табаларыңызға сұйық май қосып қыздырып қойсаңыздар да болады. Бәрін турап болғаннан кейін қызып тұрған табаға бауырсақтарымызды салып, екі бетін қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осы арада каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Екі жағын пісіріп аламыз. Менің бауырсақтарым дайын болды. Осылай үлпілдеп, өте жұмсақ болып шықты. Өзіме қатты ұнады. Қараңыздар, ешқандай май сорып қалған жоқ. Майлы емес, өте құрғақ, дәмі өте дәмді. Кез келген қонағыңызға, өзіңізге де ұнайтыны сөзсіз. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Әлі сіздерге басқа да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.